Авторизация. егов порталында қызметті таңдағанда, жүйе сізді автоматты түрде оқу ұлттық білім беру платформасына бағыттайды. Білім бөліміне, одан кейін орта білім бөлімшесіне өтіп, бірінші сыныпқа қабылдау үшін құжаттарды қабылдау қызметін таңдаңыз. Онлайн сұрау батырмасын басыңыз. Берілген тәсілдердің бірі арқылы кіріңіз. Сіздің мобильді азаматтар базасында тіркелген нөміріңізге 1414 нөмірінен 5 таңбалы SMS код келеді. Оны енгізіңіз. Егер SMS хабарлама келмесе, спам бумасын тексеріп, 1414 нөмірінің бұғатталмағанына көз жеткізіңіз. Жүйеге кіру батырмасын басыңыз. Қолданушылық келісімін қабылдап, SMS хабарламаларын жіберуге келісіміңізді беріңіз. Телефон нөміріңіздің дұрыс екенін растаңыз. Егер көрсетілген нөмір қате болса, бұл менің нөмірім емес батырмасын басыңыз. Алғашқы кіру кезінде сізге жеке деректерді жинау және өңдеуге келісім беру қажет. Сіздің нөміріңізге 1414 нөмірінен SMS хабарлама келеді. Оған 511 мәтінімен жауап беріңіз. Бірінші сыныпқа құжаттарды қабылдау. Бірінші сыныпқа қабылдау қызметін таңдап, онлайн қызметке тапсырыс беру батырмасын басыңыз. Баланы қосу батырмасын басыңыз. Егер платформада балаңыз туралы ақпарат көрсетілмесе, мемлекеттік қызметтер жазуын басыңыз. Жүйе сізді егов порталына бағыттайды. Сол жерде деректерді жаңарта аласыз. Әр бала бойынша жеке деректерді жинау және өңдеуге сұрауды бөлек жіберіңіз. Сіздің нөміріңізге 1414-тен SMS келеді. Оған 511 мәтінімен жауап беру қажет. Қосу батырмасын басыңыз. Баланы таңдаңыз. Егер баланың ерекше білім беру қажеттіліктері болса, қос белгісін қойыңыз. Келесі қадамға өтіңіз. Өтінім түрін таңдаңыз. Шағын аудан бойынша немесе шағын ауданнан тыс. Шағын аудан бойынша өтінім беру кезінде платформа сіздің тіркелген мекен-жайыңыз бойынша мектептерді көрсетеді. Шағын ауданнан тыс өтінім беруді таңдаған болсаңыз, сізге қала, аудан және қалаған мектебіңізді таңдау қажет. Шағын аудан бойынша берілген өтінімдер басымдыққа ие екенін ескертеміз. Егер сіз таңдаған мектепте тасымалдау қызметі болса, өтінім беру кезінде осы қызметті таңдай аласыз. Ол үшін тиісті белгішені қойыңыз. Платформа сіздің нақты мекен-жайыңызды көрсетеді. Қажет болған жағдайда өзгертуге болады. Ол үшін басқа мекен-жайды таңдау қосқышын басып, аудан және аймақты таңдап, мекен-жайыңызды көрсетіңіз. Оқу тілін таңдап, келесі қадамға өтіңіз. Баланың 3-ке 4 суретін жүктеңіз. Егер 052 және 065 үлгісіндегі құжаттар мемлекеттік деректер базасынан табылмаса, оларды өзіңіз жүктеңіз. Денсаулық сақтау министрлігі ұсынған мәліметтермен танысыңыз. Ол үшін мәліметтерді көру батырмасын басыңыз. Деректерді өңдеуге және ақпараттың дұрыстығына келісіміңізді беріңіз. Келесі қадамға өтіңіз. Өтінімге қол қоймас бұрын, алдымен толтырылған деректерді қайта тексеріп шығыңыз. Ары қарай өтінішке қол қою батырмасын басыңыз. Өтінімге берілген тәсілдердің бірі арқылы қол қойыңыз. Өтінім сәтті жіберілді. Өтінім мәртебесін тексеру. Өтінімнің мәртебесін менің өтінімдерім бөлімінде тексеруге болады. Тексеруде өтінім мектепке өңдеуге жіберілді. Қабылданды. Мектеп өтінімді қабылдады. Бас тартылды. Мектеп өтінімді қабылдаудан бас тартты. Қабылданған шешім туралы хабарламаны қалай жүктеп алуға болады? Хабарламаны жүктеу үшін менің өтінімдерім бөліміне өтіңіз. Хабарламаны жүктеп алу батырмасын басыңыз. Өтінімді қалай кері қайтарып алуға болады? Өтінімді кері қайтарып алу үшін менің өтінімдерім бөліміне өтіңіз. Өтінімдер кезек тәртібімен қаралады. Тексеруде мәртебесіндегі өтінімді кері қайтарып алсаңыз, кезегіңіз жойылады. Ал қабылданды мәртебесінде кері қайтарып алсаңыз, таңдаған мектебіңіздегі орныңыздан айырыласыз. Көз белгісі бар батырманы басыңыз. Өтінімді кері қайтарып алу батырмасын таңдаңыз. Көрсетілген тәсілдердің бірі арқылы қол қойыңыз. Өтінім кері қайтарылғаннан кейін жаңа өтінім беру қажет.